Так, бүгін біздің онлайн тренингіміздің соңғы күні, және лекциямыздың соңғы бөлік бізде диалог түрінде өтеді, сұрақ-жауап. Жаңа екі бөлігін сақтап бөлісіп қойдым. Өшіп кеткен жағдайда болса да сіздер оны көре аласыздар, менің көмекшілерім сақтап қояды. Ал егер бұл онлайн тренингке қатысып үлгермеген сіздердің таныстарыңыз, достарыңыз, қыздар болса, онда айтсаңыздар болады, сол онлайн тренингті өздеріне алуларына болады. Ол үшін менің көмекшілеріме хабарлассын. Ал кеттік. Қалай, сіздерге ұнады ма? Сіздердің ойларыңыздан шықтым ба? Сіздер сіздер күткен нәрсені айттым ба, жоқ әлде мүлдем айтпай кеттім ба? Ризасыздар ма? Менің кітабымды сторида бүкіл телефон жазылған, менің парақшамда, Байсеміз онлайнда да, Жанар Байсеміздің парақшасында да. Жанар ханым барлық қалаларда бар ол. Жанар ханым, сізге көп рахмет, алғысым шексіз, көп рахмет. Ой, супер, көп рахмет. Көп рахмет. Спортпен айналысуды айттым, дұрыс тамақтануды айттым, меніңше барлығын айтқан сияқтымын бұл жолы. Жігіт коллегамыз сарказммен сөйлесе қалай тоқтатқан жөн. Мән бермеңіз, игнор жасаңыз. Сөйлеспеңіз онымен, сарказм ұнамаса. Егер если это вас задевает, значит это внутри вас деген сөз, вы притягиваете это. Сіз өзіңізді мені ренжіт, маған сарказммен сөйле деп тұрасыз. Сіз оны білмейсіз, бірақ іштей соны айтып тұрасыз, сосын ол солай істейді. Жаңа бұл туралы айттым. Саламатса қатты ұнады, біраз ақпарат беріңіз, періштелермен сөйлескенде іштей сөйлесеміз ба? Іштей сөйлесесіз ба, сырттай сөйлесесіз ба, ештеңе барлығын разницасы жоқ. Кеш жарық, барлық тақырып қозғалды, барлығы анық түсіндірілді. Түсінбей жатсаңыздар, қайтадан бір көріп шығыңыздар, барлығын түсінікті айтқандай болдым. 27 адамға күннен неше рет және қанша күн айту керек. Жаңа қайттым ғой қыздар, осыны 27 адам бір апта бойы дедім. Бір апта күнде 27 адамға дедім, бір аптада 189 адам болады дедім. Барлығы күшті. Тағы бір нәрсе айта кетейін. Осы онлайн тренингке жазылу барысында мен телефонды жазып қойдым, сториға шығарам, парақшама шығарам. Сонда да кейбір қыздар көрмей менің директке жазады. Қайдан аламыз, қайдан бүйтеміз? Қыздар, мен сіздерге айтқым келеді. Сіздер көздеріңіздің алдарыңыздағы дүниені көрмесеңіздер, қалай сіздердің онда интуицияларыңыз жоқ деген сөз. Айтылып тұрған дүниені көрмесеңіздер, қалай өздеріңіздің күйеулеріңізді көріп анықтай аласыздар. Сондықтан будьте внимательны, прямо әр нәрсеге назар аударыңыздар, өздеріңіз іздеп табыңыздар. Мысалы, мен ғана емес, басқа адамдар да тренинг өткізеді. Сол кезде сұрақты қоя бермеңіздер, мысалы, қайда өтеді, қандай телефон жазылды ма, бітті, соған хабарласу керек. Сондықтан осы бір ғана ұсақ түйек сіздердің қандай екендеріңізден хабар береді. Барлығы күшті, рахмет. С благодарностью принимаю. Аллах насіп етсе, Қызылорда қаласынан барамын, армандар картамастың семинарыңызға барам деп сіздің фотоңызды салғам. Қызылордадан келіңіз, жақын ғой, көп рахмет сізге. Барлық армандар картасына салыпты да, бүгін тағы бір оқырманым жіберді, Түркістаннан Айнұр екеумізді салыпты, соның суретін жіберді, біз Түркістанға барайық деп жатырмыз. Сондықтан сіздердің арман карталарыңыз күшті жұмыс істеп жатыр ғой өзі. Төсекте жату дегенді қалай түсінеміз, диванға ұйықтамау керек па? Қыздар, айттым ғой, міне қараңыздар, сіздер қарапайым қазақша айтқан дүниені түсінген жоқсыздар. Қалай онда мен айтқан бүкіл дүниенің бәрін іске асырасыздар? Қыздар, тағы да тыңдау керек, тағы да қарап шығу керек, ерінбей жалықпай. Сіздерге кейбіреулеріңізге барлық оп-оңай беріле салу керек сияқты. Оңай берілмейді. Сосын тағы бір нәрсе айтайыншы, өзіңізді өзгелермен салыстырмаңыз. Тұрмысқа шығу үшін әрекет ету керек. Қалай өзіңді өзгелермен салыстырма. Ана бір қыз осындай дүниені істемей-ақ күйеуге шықты ғой ал. Ана біреу бұндай аскезадан өтпей-ақ күйеуге шықты ғой ал. Ана біреу мынандай медитацияны істемей-ақ күйеуге шықты ғой ал. Ол ана біреу сіз емессіз. Оның тағдыры басқа, оның өмірі басқа, оның сынағы басқа, оның кармасы басқа. Сондықтан ешкіммен өзімізді салыстырмаймыз. Өзімізді бұрынғы өзімізбен ғана салыстырамыз. Сол кезде бізде жаңағыдай қайғы бұлты сейіледі. Ана менің құрбым күйеуге шықты, бала шағасы бар, мен болсам әлі жалғыз жүрмін. Осының өзі қызғаныш деп саналады. Сондықтан қыздар, салыстырмаймыз. Төсекте ұйықтау керек қыз бала, диванда ұйықтамау керек дедім.
Жігіт кейде сенімен сөйлеспей уақытша жабылады, сол кезде қалай сөйлесу керек? Сөйлесудің қажеті жоқ. Жабылған кезде оған бір тыныштық керек. Эмоциональная свобода дейді ғой. Әрбір адамның өзінің бір жеке территориясы болу керек. Сондықтан үндемеңіз. Жақындасқыңыз келсе, ол сізден, мысалы, пружинаны елестетіңізші. Пружинаны екі жаққа созған кезде, сосын жібере салған кезде екеуі бір-біріне қосылады. Сол сияқты мына жақ кеткен кезде оның артынан жүгіруге болмайды. Өзіңнің орныңда қал. Сол кезде ол саған қайтадан келеді. Қыздар, Ақтөбеге жоспарым жоқ, Ақтөбеге келмеймін. Жанар ханым, бәрі керемет. Осы сіздің лекцияңыздың уақытында қатты ұйқы қысады, энергиям таусылып. Айттым ғой, иә? Айттым, энергияға байланысты. Энергияңыз таусылып жатыр. Энергияңыз аз, өз-өзіңіз тазалауыңыз керек, ұйықтаңыз, демалыңыз. Кейде ол чисткада болуы мүмкін. Ангел мой, идем со мной. Ты впереди, а я за тобой. Періштелеріңіз өте көмектеседі сіздерге. Өте жақсы көмектеседі. Қыздар, дұғаны таңертең жатып оқымаймыз. Таңертең сағат 6-да, хотя бы 6-да, хотя бы 6:30-да, иә. 9-ға дейін әйтеуір тұрып, күннің көзі шыққанша істеу керек. Дұғаны төсекте жатып оқуға болмайды. Кешке қарай төсекте жатып оқи беріңіз, бірақ таңертең жуынуыңыз керек. 25 жігіт бойдақ болу шарт па? 27. Жоқ, ол жігітте болуы шарт емес, және бойдақта болуы шарт емес. Ол кішкентай бала да болуы мүмкін. Бәрі керемет, рахмет, үлкен кітаптарыңызды алдым. Молодец, қуаныштымын. Жанар ханым, неліктен құрбыларымызға қарым-қатынас туралы жалпы айтуға болмайды? Қыздар, мен оны түсіндірген сияқтымын ғой. Қажет не оны айтудың? Сіз күйеуге шыққаннан кейін барып, міне күйеуге шығатын кезде айтасыз, мен міне күйеуге шығайын деп жатырмын. Болды. Зачем оны айту? Зачем это обсуждать? Ол сіздің жеке өміріңіз ғой, иә? Ол мейлі құрбыңыз болса да, прямо ең жақын құрбыңыз болса болды, бірақ құрбы. Басқа адамдарға айта берудің қажеті жоқ. Сіз ол жігіт сізге үйленейін деп жатыр ма? Не істеп жатыр? Ол жігіт серьезный ма? Может, ол жігіт серьезный емес. Может быть, одан кейін тағы жігіт келеді. Сосын оны айтасыз. Одан кейін тағы жігіт келеді. Оны айтасыз. Сосын не болады ол? Сондықтан ішкі сырларыңызды, ішкі интимдік дүниелеріңізді іштеріңізде сақтап үйреніңіздер. Дәл қазіргі уақытта бәріңіздің тұрмысқа шыққыларыңыз келе ма? Онда сізге келген жігітті айтудың қажеті жоқ. Құрбыларыңызбен басқа дүние туралы, басқа әңгіме жоқ па? Рухани практика туралы айтыңыздар, оққан кітаптарыңыз туралы айтыңыздар, кино туралы айтыңыздар, басқа мемлекеттер туралы айтыңыздар. Тақырып деген өте көп, жігіт туралы айтудың қажеті жоқ. Сізге айтқан кітаптардың қазақшасы бар ма? Мен білмеймін, мен оның барлығын орысша оқыдым. Егер сізге орысша оқу қиындау болса, онда Жанар Байсеміздің рухани практикасын оқыңыз пока, иә? Түркістанға келеміз, Құдай қаласа. Алдында айттың, сексуальный энергия көп болады деп, сол энергияны қалай төмендетуге болады? Қызмет істеу, денемізді жабу. Жақсы жігіттер жолығады, бірақ біраз уақыт өткен соң маған ұнамай қалады. Неліктен ұнамай қалады? Өзіңізден сұраңыз, неліктен? Желтоқсанда онлайн семинарыңыздан соң сізбен қоймай қоштасып едім, осы семинарыңыздан көп рахмет. Ой, Әсел, көп рахмет. Екі семинар. Алдындағы желтоқсандағы осыған ұқсады ма? Қалай ойлайсыздар? Мен үшін ұйқыдан ерте тұру қиын, соған қандай ақыл айтасыз? Ұйқыдан ерте тұру қиын болған кезде не болады, білесіз ба? Энергия жетіспейді, жалқаусыз және жанның энергиясы жетіспейді. Сондықтан жатар кезде Каусар сүресін оқыңыз және миыңызға сигнал беріңіз. Давай біз таңертең тұрайықшы деп. Өзіңізді алдаңыз, айтыңыз. Давай таңертең ерте тұрайық, содан кейін барып күндіз ұйықтаймыз. Мейлі рухани практиканың барлық дұға, анау бәрін істейміз да, содан кейін барып демаламыз. Давай осылай істейік. Өз-өздеріңізбен сөйлесіңіздер, келісімге келіңіздер. 9 ай бойы бір жігітпен интернетте танысып жақсы сөйлесіп жүрмін. Ол кісі екеуміздің ойымыз бір арнадан шығады. Енді ол басқа қаладан келгісі келеді. Қыздар, міне, өте жақсы айттыңыз, қыздар. Еркекпен, интернетпен 9 ай бойы сөйлесу қате. 9 ай бойы сөйлесудің қажеті жоқ. Жарайды, сіз сөйлес қойыпсыз ғой, басқа қыздарға айтатын. Сайтта, Инстаграмда, Фейсбукта кіммен таныстыңыз ба, бітті. Бірден кездесіңіз. Бірден кездеспесеңіз, онда қажет емес. Өйткені ол жігіт туралы сізде определенный образ қалыптасады.
Біраз уақыт өтеді, сіз оған кәдімгідей жақындай түсесіз, ол да сізге жақындай түседі. Тіпті жаңағындай әлеуметтік желі арқылы тіпті жақындық сексуалды нәрселерге кетуі мүмкін. Неше түрлі нәрсе бар ғой, сіз оған ғашық болып қалуыңыз мүмкін. Сосын көрген кезде ол сізге ұнамай қалуы мүмкін, сіз оған ұнамай қалуыңыз мүмкін, не болмаса ол сіздің ойыңыздан шықпай қалуы мүмкін, не болмаса мүлдем басқа нәрсе болуы мүмкін. Сондықтан ескерту: сайт арқылы, әлеуметтік желі арқылы таныссаңыздар, ұзақ уақыт сөйлеспеңіздер, және таңнан кешке дейін, кештен таңға дейін сөйлеспеңіздер. Өздеріңіз туралы барлығын айтпаңыздар, ешқандай карталарыңызды ашпаңыздар. Мен кешеден бері айтып жатырмын ғой, әйел жұмбақ болу керек деп. Таныстыңыз ба, бітті. Бір аптаның ішінде кездесіңіз, бір айдың ішінде хотя бы кездесіңіз. Ұзақ уақыт созуға болмайды. Бұл бесполезно. Үйден вообще шықпай отырған қызға 27 еркек тапсырмасын қалай орындауға болады? Үйден шығыңыз онда. Менің зарядкам отырып бара жатыр уже. Үйден шығыңыз, көшеге шығыңыз. Жұмыс істемесеңіз, көшеге шығып жүріңіз далада. Далада бар ғой еркектер, сондықтан үйден шығу керек. Үйден шықпасаңыз, үйден бір апта шықпаса адам, онда депрессия басталды деген сөз. Дұға оқу үшін дәрет алмаса бола ма? Таңертеңгі рухани практикада міндетті түрде дәрет алу керек, міндетті түрде жуыну керек деп қазып тұрып айттым. Қымбатты қыздар, чакра туралы әлі пока ерте. Сіздер бірінші мен осы айтқандарымды істеңіздерші, чакраларыңыз өзінен өзі ашылады. Сосын барып чакра туралы мен кейінірек тағы бір сабақтар өткізем, соған қатысасыздар. Все, қалай айтады, аз-аздан, ақырындап, аз-аздан. Все хорошего понемножку дейді ғой. Сондықтан аз-аздан. Көп болып кетсе, ол да дұрыс болмайды. Есте сақтау қабілетіңізді қалай жақсартуға болады? Өлең жаттаңыз. Благодарю вас, вы все классно объяснили. После вашего тренинга появилось вдохновение делать все эти практики. Я раньше все это читала в книгах Зеланда, Кэха, Луиза Хей, но не было мотивации делать. Я очень рада. Ой, кешіріңіздер. Көп рахмет. Осыны қазір суретке түсіріп алайыншы сіздің пікіріңізді. Ладно, хорошо. Извиняюсь, давай кеттік ары қарай. Бүгін әсіресе көп ақпарат алдым. Сұрақ азай қалды, қуаныштымын. Фен шашқа энергетикалық зиянын білмеппін, енді шашты фенсіз кептіру керек. Молодец. Жанар ханым, сізге көп рахмет. Сіздің айтқандарыңыздың көбін білетім, бірақ бастауға энергиям жетпей жүрген, жеткізіп айтатын адамдарды күтіп жүрген сияқтымын. Ризамын. Маған құстарға шеңбер ұнады, 27 ер адам тапсырмасын бір рет орындадым. Екінші рет орындауға бола ма? Бола береді. Кешегі эфир толық көрмедім, алдыңғы эфир ұнады. Жалпы бастапқы сізге жазылудың себебі осы тақырып қызықтырған. Соңғы 1,5-2 жыл ішінде шүкір күйеуге шығуды ұмытқандай. Молодец. Енді скоро күйеуге шығасыз. Кешегі лекцияны да тыңдаңыз. Қыздар, жалықпаңыздар және шаршамаңыздар. Мен өзім күніне көп лекция тыңдаймын. Орысша әнді тыңдағанша лекция тыңдаңыздар. Орысша тренерлер тыңдағанда бұл біздің менталитетке келмейді. Өзіме отмазка жасап жүрген екен. Благодарю вас. Ризамын. Маған жанымдағы адамдардың сөздері, жасаған әрекеттері ұнамай, тиісіп сөйлейді. Мен жаңа айттым ғой, адамдар қай кезде тиісіп сөйлейді. Сіздің слайдыңызда маған тиісіңдерші, мені ренжітіңдерші, мені алдаңдаршы деген болып тұрады. Сондықтан слайдты жөндейміз, қыздар. Сіз әлі мені түсінбедіңіз. Жұлдызнамаға сенесіз бе, жұлдыздың қарсы келді дегенге. Қыздар, рухани практикамен айналыссаңыздар, барлық жұлдыздар өз орындарына келе қалады. Осы шақта айту жазу дегеніміз шығамын ба, или шықтым ба? Мен өзімді сүйген, өзімді сүйетін, тағы да басқа өзіңіздің запростарыңыз, сондай мықты азаматқа тұрмысқа шықтым. Сонымен бақытты өмір сүрудемін, Менің бұрынғы жолдасым қосылғысы келеді, бірақ мен не хочу, не істеуге болады. Рухани практикамен айналысыңыз, медитация кезіңізде өзіңізге запрос жіберіңіз, сізге жауабы келеді, интуицияңызбен жұмыс істеңіз. Өйткені мен сіздің ол бұрынғы күйеуіңіздің қандай болғанын білмеймін ғой, қазір мен сізге жоқ қосылмаңыз десем, біреудің обалына қалам ғой, сондықтан ол сұрақтың жауабын сіз өзіңіз ішіңізден табуыңыз керек. Мен кеше барлық дұғаларды оқып жасап, түнде ұйқыға жаттым, сенесіп түс көрдім,
өз сұрағыма жауап келді. Вот супер, міне қыздар, міне жауап келе бастайды. Сіздер сеніңіздерші только. Сіздер ойламаған жерден күшті ғажайып дүниелер бола бастайды. Өздеріңіз таң қаласыздар. Ата-анаммен бір қалада тұрғым келсе, бірақ жұмыс бабымен бас қалада жалғыз өзің жүре берген дұрыс па? Енді жұмыс бабымен болса, енді білмеймін. Ол жұмыс соны ақтай ма? Сол жердегі табыс соны ақтай ма? Сол қалада сіз бақыттысыз ба? Кофе медитациясын айттым. Иілу практикасын жасағанда денемізбен иілу керек пе, әлде ойша жасаса бола ма? Денеңізбен иілесіз. Кәдімгідей иілесіз, қыздар. Не осылайынан тұрасыз ғой, кәдімгідей осылай. Осылай иілесіздер кәдімгі денелеріңізбен. Қыздар, егер барлығын жатып ойша істей беретін болса, онда денемізге ешқандай сигнал бармайды ғой. Тұрмай-ақ, жуынбай-ақ, дәрет алмай-ақ жата беретін болсақ, мен сіздерге айттым ғой, қандай жыршылармен кететін. Сосын көрінген ер адамға айта береміз ба? Иә, көрінген ер адамға айта бересіздер. Жанар ханым, ай туған кезде маған әсер етеді, ұйықтай алмаймын. Айдың циклына байланысты. Бүгін ғана бір жігітке отказ бердім, үндемейді әзірге. Дұрыс жасадым деп ойлаймын, жақсы көремін, сүйемін дейді. Шым жылымай қойды. Шын жылымаса болды онда. Медитацияның кезінде қалай отырамыз, тағы не айтамыз, бәріне бақыт тілеймін тағы. Бірінші сабақта барлығын айттым. Малдас құрып отырасыз ба? Қалай отырасыз, өзіңіз білесіз. Ешқандай шектеу жоқ. Шектеудің барлығы біздің басымызда. Қыздар, өздеріңізге ешқандай шектеу қоймаңыздар. Алла тағала сен малдас құрып отырмады, бүйтіп отырды деп ешқандайды айтпайды. Өзіңіз білесіз. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай отырыңыз, жақсы ма? Медитация кезінде не істеу керек екен, не айту керектігі туралы бұған дейінгі сабақта толық айттым. Осы білімдердің барлығын тек қана тұрмысқа шығу үшін емес, отбасылық жағдайларда балаларға қолдануға бола ма? 7 жасар қызым бар, соған қатысқан едім. Көп бала анамын, уақыт жетпей жатыр ютубқа. Перизат ханым, әрине болады, тек қана күйеуге шығуға емес, менің осы техникаларымның барлығы өмірдің барлық саласын жақсартуға пайдасын тигізеді. Сіз жаңа гүл сыйлау техникасын 7 жасар қызыңызға істесеңіз болады. 7 жасар қызыңызбен қазірден бастап сөйлессеңіз болады. Соған қазірден бастап жаңағындай алғыс айту дәптерін бастатқызсаңыз болады оған үйретіңіз соны. Қазірден бастап онымен ашық қарым-қатынас жасауды үйреніңіз, қызыңызбен ашық сөйлесіңіз. Біздің ұлтта ұят деген нәрсе өте жоғары, сондықтан аналар қыздармен ашық сөйлеспейді. Аналар қыздар бойжеткен кезде не болады, еркекпен жақындасқанда қалай болады, қандай сезімдер болады, еш нәрсені айтпайды, өйткені ұят деп санайды. Сосын қыздар оны басқалардан іздейді, басқа құрбылардан, басқа әйелдерден сұрайды. Сондықтан аналармен қарым-қатынасы жаңағындай алшақтай береді, суи береді. Одан гөрі подружкасы жақын, подружкасымен сөйлескен жақын. Сондықтан қыздарыңызға подружка болыңыздар. Тек қана ананың рөлінде емес, подружканың да рөлінде болыңыздар. Әпкенің де рөліне кіріңіздер. Қызыңызбен ашық сөйлесіңіз, қазірден бастап айтыңыз. Оның жалпы өмірге не үшін келген, өмірдің мәні не? Қызыңызбен осындай философиялық төңіректе сөйлессеңіз, қазірден бастап қызыңыз соның бәрін миына тоқып алады. Еркектер туралы айтыңыз. Жалпы қай кезден бастап жыныстық қатынасты бастаған дұрыс, қай кезден бастап дұрыс емес, қай кезде өзіңді қалай ұстау керек, еркектермен қалай сөйлесу керек. Міне сіз осы лекцияларда өте көп дүниелер тыңдадыңыз. Осыны қызыңызбен бөлісіңіз, және барлық аналарға айтам, қыздарыңызбен ашық сөйлесіп үйреніңіздер. Сол кезде ол айдаладағы біреуден соны сұрамайды, не болмаса үйдегі таба алмаған махаббатты, анасы мен әкесінен таба алмаған махаббатты басқа бір еркектен іздемейді. Көбінесе қыз балаларға әкесінің махаббаты жетіспеген кезде қыз балалар сол махаббатты бөтен еркектен іздейді. Біреуден іздейді, ол таба алмайды, ол бермейді. Тағы біреу, сөйтіп тізімге тізім қосыла береді. Сондықтан күйеулеріңізбен сөйлесіңіздер. Қыздарыңыздың маңдайынан жиі сүйсін, маңдайынан жиі сипасын, қыздарыңызға жиі сыйлық жасасын, қыздарыңызды әкем, көкем, жаным деп құшақтап тұрсын, қыздарыңызға жақсы көретінін жиі білдіріп тұрсын. Мен сені жақсы көрем, мен сені қатты жақсы көрем деп күні бойы бірнеше рет айтыңыздар. Өзіңіз де бірнеше рет айтыңыз.
осыны біліп өскен, махаббатқа әбден қанығып өскен қыз болашақта бақытты әйел, бақытты ана бола алады. Ол өзінің өмірін қалай сүру керектігін біледі. Ол мынандай онлайн тренинг еш нәрсеге қатыспай-ақ, өзінде интуитивтік тұрғыда сол білімдер болады. Мысалы, қатысқанда дұрыс қой, енді әрине көп нәрсені біліп жатамыз. Мысалы, мен өзімде қаншама семинарларға қатысамын. Сондықтан ең бастысы махаббат. Ең бастысы махаббат. Сол махаббатқа тойып тұрған қыз өзінің жарын қателеспей табады. Ол кез келген жігіт мен сені сүйемін, мен саған үйленемін, давай жатайық десе жата салмайды. Сондықтан қыздар, мен қатты айтсам кешірім сұраймын, осының барлығын біз ескеруіміз қажет. Жүректе күмәнді қалай кетіруге болады? Менде әрдайым солай болады. Кішкене хабарласпай қалса күмән туа бастайды. Не үшін? Мүмкін ұнамай қалдым. Қыздар, мен жаңа айттым ғой, бір нәрсені қайталай бермейікші. Мүмкін ұнамай қалған шығар, мүмкін бүйтіп қалған шығармын, сөйтіп қалған шығармын. Өзіңіздің ғана ойыңыз. Қыздар, хватит бұндай нәрсені уже ойлап, ақмақтық оймен уақыттарыңызды өткізбеңіз. Звондамай ма, өзіңіздің жұмысыңызбен айналсыңыз. Тіл оқыңыз, кітап оқыңыз, киноға барыңыз, подружкаңызбен кездесіңіз. Болды, звондамаса, демек звондағысы келмейді, демек оның шаруалары бар. Қыздар, мен айттым ғой жаңа ғана. Еш нәрсе ойламаймыз. Значит, оның солай болып тұр. Демек, ол қазір звондағысы келіп тұрған жоқ сізбе. Не болмаса, өзінің бір жұмыстары бар. Ешқандай оны күмән ойлауға болмайды. Сөйтіп күмән ойлайсыздар да, содан кейін барып өздеріңізден бүкіл еркекті қашырып аласыздар да, жылап отырасыздар сосын. Мен қазір бос емеспін дей ма? Жарайды, онда өзіңіздің жұмысыңызбен айналысыңыз. Сондықтан әйел адамда үнемі өзінің бір айналысатын хоббиі болу керек, өзінің жеке территориясы, өзінің өмірі болу керек. Мысалы, мен тұрмысқа шықсам да, мен айтам, мысалы, мен өз жұмыстарым бар. Мен кітабымды оқуым керек, кітабымды жазуым керек, инстаграмда пост жазуым керек, мысалы, жолдасым өзінің жұмысымен айналысады. Ол егер мен қазір мені мазалама, мен қазір жұмыс істеймін десе, мен мысалы оған барып мазаламаймын. Сол сияқты қыздар, өздеріңіздің бастарыңыз болсын. Күмәнға жол бермеу керек. Күмән деген жын шайтаннан келеді дедім. Сонда сіз жын шайтанның солдатысыз ба, онда соны жалғастыра беріңіз. 27 жігіт дегенді естімесеңіз, қайтадан алдыңғы екінші сағаттағы эфирді көріңіздер. Жігіттің жасы қыздан кіші 4 жасқа, бірақ жауапкершілігі мол, сезімге адал жандар. Қызда, балада көзқарасыңыз қандай? Егер шынымен барлығы сондай күшті болып жатса, онда мен оны соншалықты сөкпеймін. Алматыдағы семинарыңызға қатыса алмай қалғанмын. Осы тақырыптағы семинарыңызға құрбымның ғайыптан жасаған сыйлығы ұсынысымен сіздің осы онлайнға қатысты өмір ғажап. Рахмет, құрбыңызға да көп рахмет. Мен айналамдағы жігіттерге өзім қарамайтын сияқтымын. Неге, қыздар? Оны өзіңізден сұрасаңызшы, неге қарамайсыз? Неліктен қарамайсыз? Не себептен? Мен бірінші күнгі сабақта сіздерге өздеріңізге сұрақ қоюға байланысты техникаларды айттым, давайте. Ой, Құралай, сәлем, сен де қатысып жатыр екенсің ғой, мен білмедім. Жұмыс графигі сәйкес келмейді деп едім. Рахмет, Құралай, қатысып жатқаныңа ризамын, көп рахмет. Рухани білімді толықтыра түсім. Рахмет, Құралай. Жүрегім жаншып тұр, бұл нені білдіреді? Қыздар, ештеңені де білдірмейді. Бостан өзгеге бастарыңызды ауырта бермеңіздерші. Жанар ханым, осы аскезалардан посттарды оқып өттім. Жаңағы мен айтқан дүниелерім сіздерге әсер етіп жатыр ғой енді. Оны слишком тереңдеудің қажеті жоқ. Айтасыз. Мне это не важно, я тут ни при чем. Болды, Қазір мен дәл қазір уақытта жүрегімнің ауырғанын қойдыра алмаймын ғой, қолыңызды қойыңыз да, әйтсе қойдырып алыңыз, Это не важно, это вы нет, тут ни при чем. Мен айттым ғой, қандай жағдайда қандай сөзді айту керек екенін. Жанар ханым, осы аскезалардан посттарды оқып өттім, жігіт пайда болды, полностью меня зеркалит. Это хорошо, не могу понять, мой ли он человек. Если он вас зеркалит, значит, вы еще полностью не проработали деген сөз. Бірақ если он вам понравился, значит, вам надо еще работать, продолжать работать над собой. Поймете, хорошо? Сәлеметсіз бе, Жанар ханым, сізге көп рахмет. Жігіттердің тек WhatsApp-та хат жазу немесе соткамен ғана сөйлесуі, кездесуге асықпаған қалай түсінгі. Жаңа ғана айттым, қыздар, кездесуге асықпаса, ондай жігіттермен кездеспейміз. Өйткені еркек, ол сізбен ғана сөйлеуші деп ойлайсыз ба? Бүкіл әлемде сіз ғанасыз ба? Онда қоямыз, осындай бос әңгімелерді қоямыз. Уақыттарыңызды бостан-босқа өлтірмеңіздер. Бұрынғы жігіттің уақыт деген өте маңызды дүние. Уақыт деген ол өте мықты валюта. Бұрынғы жігіттің анасы әлі күнге мені іздеп келіп тұрады. Телефон звондап әрдайым, ал ол кісімен сөйлескен сайын ол жігітті қимай қала беремін.
Араласпаңыз. Оның семьясы бар, қалай үзем, үлкен кісімен қатынасты. Қыздар енді қалай үзем, қалай бүйтем, ол маған кеп тұрады, сосын мен ойлаймын, ол келеді, сосын ол әйел сіздің есіңізге салады, сосын сіз бұрын қарым-қатынасты ойлайсыз, ол жігітке қайтадан вибрация жібересіз, сөйтесіз де өзіңізге келе жатқан керемет жігіттің аласында жолын жауып тастайсыз. Сондықтан ол кісіге тағы да хабарласқанда айтыңыз, кешіріңіз, мен бүгін шаруаларым болып жатыр еді дедіңіз. Телефон нөміріңізді ауыстырып тастаңыз. Ойша гүл сыйлаңыз, болды. Кешіріңіз, мен кездесе алмаймын деңіз. Или ашып айтыңыз, мен сізді көрген сайын жаңағыдай балаңыз күні есіме түседі, сосын жүрегім ауырады. Сізбен кездеспей ақ қойсақ қалай қарайсыз? Ренжімеңіз, мен сізді сыйлаймын, құрметтеймін. Болды емес па, қыздар? Давайте относиться ко всему проще. Это не важно, я тут ни при чем. Сіз өзіңізді қинауға өзіңіз жол беріп жатсыз. Ажырасқаныма 6 ай болды. Менде бәрі жақсы, қазір қабылдап кешірдім. Енді маған 2 жыл күту керек па? Жақсы жігіт сөз айтып жүр қазір үйленуге. 6 ай болды, Айдана. 6 ай болды. Мен жаңа айттым, ажырасқаннан кейін де, мысалы 3 жылдан кейін ғана әйел. Мысалы сіз ажырасқанда мен қазір білмеймін да қандай себеппен ажырастыңыз. Күйеуіңіз кетіп қалды ма, сіз кетіп қалдыңыз ба? Сіз күйеуіңіздің қадірін түсінбедіңіз ба, күйеуіңіз сіздің қадірін түсінбедіңіз. Бұл жағдайда мен сізге қазір нақты айта алмаймын. Өйткені мен біреудің обалына қалғым келмейді. Сондықтан сіз ажырастыңыз, 6 ай болды. Сіз бұрынғы күйеуіңізбен қанша жыл тұрдыңыз, қанша жыл жүрдіңіз? Сонда сіз 6 айдың ішінде сіз күйеуіңізді ұмытып кеттіңіз ба? 6 айдың ішінде оған деген бүкіл махаббатыңыздың барлығы бітіп кетіп қалды ма? Бұл қалайша? Бұлай болуы мүмкін емес. Сондықтан әлі де сіз өз-өзіңізбен жұмыс істеуіңіз керек. Менің ойымша, менің субъективті пікірім, бірақ сіз өзіңіз шешесіз. Өзіңізбен жұмыс істеуіңіз керек. Өз-өзіңізді жаңағындай тәрбиелеуіңіз керек. 6 айдың ішінде, мысалы, мен зарядканы қосайыншы, ренжімесеңіздер, 6 айдың ішінде барлық нәрсенің барлығы ұмытылып, сіз қайтадан басқа біреуге ғашық болып қалуыңыз мүмкін емес қой? Әлде сіз мәжбүрліктен енді басқа адам кездеспейді, енді осының етегінен ұстайын деген дүниені ғана ойлап тұрсыз ба? Сондықтан ойланыңыз. Өйткені отбасын құрып қайтадан ажыраса беру деген дұрыс емес қой, білесіз. Анам мен және жеңгем отырып көреміз. Сіздің тренингке анамның арқасында қатысып жатырмын. Бәрі түсінікті. Рахмет, көп рахмет. Анаңызға, жеңгеңізге көп рахмет. 27 еркекті үш апта істейміз. Одан кейін не істейміз ба? Или біраз уақыттан кейін қайталаймыз ба? Қыздар, осыны бірінші әлі бастап істемей жатып, одан кейінге кетіп қалдыңыздар. Не уходите далеко. Бастаңыздар, содан кейін көресіздер. Өздеріңізге жауап келеді. Мен сіздерге қазір барлығын айтып тастасам, онда сіздердің жұмыстарыңыз не болады? Онда сіздер өздеріңізде ой еңбегімен айналысу керексіздер ғой, онда ол сондай нәтижелі болмайды. ютубтағы уақытын созсаңыздар, 3 күнге өтініш, көп бала анамын, уақыт тапшы. Жақсы, Перизат ханым, сіз менің көмекшілеріме осы туралы WhatsApp-қа жаза салыңыз, Энергияны рухани практикадан, спорттан басқа неден алуға болады? Осы туралы 2 күн бойы айттым. Табиғаттан алуға болатын айттым. Энергияны ұзын көйлектен алуға болатын айттым. Сары түстен алуға болатын айттым. Өз-өзіңді күтуден алуға болатын айттым. Рухани практиканың өзі қаншама, сіздер ойламаңыздар, рухани практикамен айналысу бұл оңай нәрсе деп. Онда неге елдің барлығы рухани практикамен айналысады? Спорттан, кейде жесткий спорт түрінен сіз энергияны көбірек өзіңізден шығаруыңыз мүмкін, Сон энергияңыз азай кеткенде, мысалы, ұйықтау да керек. Йогамен айналысыңыз. Періштелермен сөйлесуде қалай ойымызды айтасыз, толық түсінбедім. Қайтадан көріп шығыңыз. Арманым Стамбулда Босфорда құстарға дәм беру еді. Оказывается, ең күшті дүние екен ғой. Өзіңізге ұнаған бізге ұсынатын кітаптар мен кинолардың ондығын чатқа жазыңызшы. Кинолар жарайды, мен көмекшілеріме айтамын, өзімнің парақшамнан Байсеміздің фильмдерін қайтадан репост жасасын деп. Арманды орындау үшін Стамбулға, Босфорға барудың қажетіне Қазақстандағы орындай берсеңізші, құстарға жем беріп, 2 жыл жүрген жігітім бар, оған күйеуге шыққым келмейді, өзі мені жақсы көреді, жібергісі келмейді, қалай тастаймын? Боже мой, қыздар, 2 жыл бойы бір жігіттің уақытын алып, міне қараңыздаршы, осындай вибрациялардан жігіттер де жаман бола бастайды. Мүлдем жақсы көрмесеңіз, енді түсіндіріп айтыңыз, мен не деймін енді сізге? Оның минустары мен плюстарын
минустарын жазып, плюстарын жазып, неліктен оның ұнамайтын жақтары қандай екен, соны өзгерте аласыз ба? Сол туралы жазыңызшы дәптерге, сосын жауап келетін шығар. Жанар әпке, жігітім менен 7 жас кіші, бір-бірімізді сүйеміз, анасы қарсы, маған не істесем болады? Егер ол жігіт шынымен сізді сүйетін болса, ол анасының қарсылығына да ешкімге де қарамайды. Сіз побудьте одна, игнор на какое-то время всех дедіңіз, но на уровне друзей можно дейсіз. Так можно или нет? Қазір мен айтайын. Егер сіз бұған дейін жігіттеріңіз көп болса, көбірек жыныстық қатынасқа түссеңіз, кармаңыз ластанса, кездескен жігіттердің барлығы тастап кете беретін болса, алдап кете беретін болса, сізге өзіңіз ұнайтын жігіттер кездеспесе, қазіргі өміріңіз сондай сүреңсіз болса, онда барлығымен араласуды тоқтау керек. Надо побыть в одиночестве, надо побыть в тишине. Бағана менен сұрап жатсыздар, как накоплять энергетику? Побудьте в тишине, помолчите. Үнсіздік арқылы біз энергия жинаймыз. Біраз уақыт үнсіз болыңыздаршы, балтать ете бермей, сондықтан үнсіздік арқылы да энергия жинаймыз. Ал егер сіздің өміріңізде ондай жыныстық қарым-қатынастар болмаса, ешкімге алданбасаңыз, сіз әлі пәк болсаңыз, әлі таза болсаңыз, онда еркектермен, еркектердің ішінде достармен араласа беріңіз, бірақ та олармен сүйіспейсіз, ешқандай қарым-қатынасқа бармайсыз. Түсінікті айттым ғой, түсінікті. Нәпсіні тыңдамасақ, ақылды дұрыс шешімді қалай аламыз? Дұрыс түсінбедім. Қыздар, осы нәпсі дегенді сіздер нақты білу үшін менің рухани практикамды оқуларыңыз керек. Деген ол бөлек. Мен айттым, мы это не ум, мы душа. Интуиция деген бөлек, ақыл деген бөлек. Бұның барлығын түсіндіруге маған уақыт керек. Сондықтан менің посттарымды оқыңыз, рухани практиканы оқыңыз. Деген ол беспокойный ум. Бізге кейде сол умды тыныштандыру үшін рухани практикамен айналысу керек. Ол айтады сізге, күйеуге қашан шығасың, күйеуге қашан шығам, күйеуге қашан шығам. Ана жігіт маған неге звондамайды, ана жігіт неге маған звондамайды, анау неге маған бүйтіп қарап қалды, бүйтіп қарап қалды. Түсіндіңіздер ғой, осы. Кешеден бері фильтр жасадым, ешкімге қарамай жүрмін, молодец. Ажырасқан әйелдер туралы онлайн тренинг өткізіңізші, ойластырып көрейік. 27 жігіт алдыңғы екінші сабақты. Осы бүгінгі лекцияның екінші бөлігінде. Көп рахмет. 5 мыңға алған білім 5 миллионға татиды. Білгенім 1,9, білмегенім 99 екен. Рахмет, көп рахмет. Шынымен енді 5 мың теңге деген былай қарасаңыздар, енді былай қаланың несінде ол сондай көп ақша емес қой, біреулерге енді көп ақша болуы мүмкін. 5 мың қазір ешқандай, мысалы, семинарларға да 5 мыңмен бара алмайсың. Мысалы, мен өзім Джон Кэханың семинарына қатысу үшін 200 мың теңгеде ақша төледім. Тағы да басқа семинарларға қатысу үшін 100 мыңдап сондай ақша жұмсайсың. Сондықтан кітаптар сатып алу үшін қаншама солардың барлығын есептегенде қаншама қаражат кетеді, бірақ мен олардың барлығын және өзім тәжірибемді, өзімнің өмірлік опытымнан, өзімнің интуициям арқылы келген және ғайыптан келген информациялардың бәрін толықтырып сіздерге 5 мың теңгеге ұсынып жатырмын. Рахмет. Рахмет. Ютубта қосып сүрелер тыңдаса бола ма? Болады. Рахмет. Шамиль Әлеуетдиновты оқисыз ба, ол кісі туралы ойыңызды білейін деген. Шамиль Әлеуетдиновтың кітабын оқығам, «Мир души», ана триллионер, «Думай как богатей, как триллионер» ме, соны оқығым келіп жүр, және лекцияларын тыңдаймын. Дәл қазіргі уақытта тыңдап жүрген жоқпын, бірақ бұған дейін өте көп тыңдадым. Өткенде Астанаға келді, семинарына барғым келіп еді, бірақ ол тура жексенбіге кеп қалды, жексенбіге сәйкес кеп қалды. Жексенбі күні мен жолдасым үйде болады, жұмыстан демалыс болады, сондықтан жексенбі күні маған шығуға болмайды, сонымен қатыса алмадым.
Мен ылғи түсімде жанымда бір ер адам жүреді. Осы түске байланысты айтайын. Ол сіздің мүмкін болашақ күйеуіңіз болуы мүмкін. Сол жақындаған сайын, сол мезет күйеуге шығатын, сол түсіңіздегі ер адам жиі кіретін болады. Сіз как будто вот сол жанында тұрсыз, бірақ оның түрін көре алмайсыз да. Менде солай болған. Түрін көре алмайсыз. Мысалы, мен көргенін бойы ұзын, сондай сымбатты, бірақ мен түрін қарай алмаймын да, бірақ мен соны түсінетімін да, сезетімін түсімде сондай духовный, душевный сенің адамың екен. Сол адам келді, сол адам келеді. Жанар ханым, қалай күшті арықтадыңыз? Сода деп па? Мен Балиден кейін кішкене арықта келдім, мұхитқа түсіп, сосын брекет, білесіздер ғой, брекеттен кейін басында тамақ жей алмадым, және дұрыс тамақтануды қадағалап жүрмін, қайтадан тамақты шектеп жүрмін, кешке қарай мүмкіндігінше тамақ ішпеуге тырысамын. Осы бір күн қайтадан кешке қарай тамақ ішіп қойып жүрмін. Таңертең сода ішемін, гимнастика жасаймын, йогамен айналысамын. Осыша қалай айтылады, жазылады. Мен баймын, мен бақыттымын, менің осындай күйеуім бар, мен осындай күйеуіммен бақыттымын. Осы шақ деген осы дәл қазір болып жатқан шақ. Жігітім бар, 2 жыл болды жүргеніме, ол жігіттен шаршап кеттім, өз соңымнан қалмайды, қалай тастасам болады. Күнпейісова, сізге кішкене өз-өзіңізге келу керек, эгоны басу керек. Сіз сол жігітті таста кетсеңіз, сіз одан жақсы жігіт жолығатынына сенімдісіз ба? Кішкене қыздар, бір адамды вообще жақсы көрмесеңіздер, оны уақытын алмаңыздар, өйткені ол да адамның баласы. Ол да еркекті жылатпаңыздар, еркекті жандай қорламаңыздар, ол болмайды. Атанам, әжем, туыстарымның бәрі менен қашан күйеуге тиесің деп сұрай береді. Мен қазір соған қандай сұраққа жауап беретінді айттым ғой. 27 жігіт туралы бүгінгі сабақта, бүгінгі лекцияның 2-ші бөлігінде айттым, тағы да қайталайын. Қайталанып кетіп жатыр ма не? Жігітімен 7 жыл жүрдім, үйленейін десе жұмысқа тұрып алғысы келеді, жол болмай кетті. Не деп айтсам екен, 7 жылдың ішінде араларыңызда ешқандай қарым-қатынас болған жоқ па? Енді жол болмай кетсе, не істейсіз енді? Жол болмай кетсе, соған кінәлі емес, сіз өзінің жолын өзі жауып жүр. Сіз өзіңізбен жұмыс істеңіз. Қыз жігітпен жүргенде онымен жыныстық қатынасқа бару міндетті ме? Вообще міндетті емес. Мы никому ничего не должны. Тұрмысқа шықпай тұрып, жалпы тұрмысқа шықпай тұрып, жыныстық қатынасқа түсуге болмайды. Жеке қабылдамаймын негіз, жеке консультация өткізбеймін, бірақ прямо сондай қатты не болып жатса, ойланып көремін. Қарт әжем күнде менен тұрмысқа шығамын деген жаңалықты күтеді. Ауылға барсам, жылайды, арманым тек сенің тойыңды көру деп, не істеу керек? Әжеңізге бағанағы мен айтқан нәрсені түсіндіріп айтыңыз. Бір группада спортзалда занимация ету ер адамды сізден отталкивать етпейді ма? Теріле бұрсылдап қызарып жүргенде. Я об этом вообще не думала, если честно. Ютубта сақталады деп жазды қыздар, асықпай. Вот дұрыс айтасыз. Асықпай қарап аласыздар ғой, эфирде айтылған дүниелердің барлығын қарап аласыздар. Осы парақша ма, әлде басқа? Осы парақша. Неге адасып жүрсіз сіз? Сабақ көңілді өтуде, әрі күлкілі, әрі шындық. Негізі күліп қарау керек қой барлығын. Джон Кэх айтады, егер қатты проблема келіп жатса, оны күлкіге айналдыр дейді. Сіздің онлайн тренингке қатысып жатқандар тек тыңдап қана қоймай, әрекет еткені жақсы нәтиже береді. Мен де әрекет етемін, сізге рахмет. Мен де сіздерге барлық жақсылық тілеймін. Менің ыңғайсызданып отыр едім, бір қыз бұрын тұрмыс құрған, бір жігітпен мешітте неке қиып, бірге жүрді тұрды, алайда көп болмады, екі жаққа кетті. Себебі жігіт басқа біреуге барып жүрген білді. Қыздар, өздеріңізді достойно ұстаңыздаршы. Жігіттер тек қана некеге тұрайық десе келіспеңіздер. Заңды әйел болуларыңыз керек. Неке де заңды да болу керек. Өзімді сүйген сүйем. Так, қыздар, сағат неше болып кетті? Бұл сағат уже 8 болыпты. 3 сағат. Қыздар, 3 сағат болды. Қазір аяқтаймыз.
араласпау керек. Қалай түсінеміз? Интуицияны дамытасыздар, рухани практикамен айналысасыздар, сосын сезесіздер қай уақытта өзіңізде ішкі желание шығады, біреулермен араласқыңыз келетін. Қыздар, сәл шыдаймыз, сабырлылау боламыз, шыдамдырақ боламыз. Сіздер әлі ештеңені бастаған жоқсыздар, бірақ уже қанша уақытқа дейін созылады деп сондай паникаға барып жатсыздар. Ешқандай паникаға барудың қажеті жоқ. Ол қызға не істейді енді? Ол қыз өзі білді ғой, тек қана некеде тұрған. Өзін өзі жаңағы аяушылық туралы айтып беріңіз оған менің айтқанымды. Өзін өзі кінәлай бермей, енді қайтадан өмір сүрсін, енді басқа не істейді? Бұдан кейін ондай қателік жасамасын. Жалғыз қалып қалам деген уайымды қалай мүлдем жоқ қылуға болады? Қыздар, мен бағанадан бері не айтып жатырмын? Сіздерді қазір мен айғайлаймын сіздерге, ұрсам. Рухани практика. Қыздар, барлығыңыз, тренинг очень полезный, Атыраудағы благостағы Алияның айтқанымен сай келеді. Сіз бармадыңыз ба, бірақ өз біліміңізді қосып, доходчиво объяснили. Удачи вам. Вам тоже удачи. Алияны өте жақсы танимын. Қыздар, сосын мынандай нәрсе, мен өзімнің ана парақшама да кіріп соны айтқым келеді. Мен егер бір информация айтсам, мен ол информацияны бір-ақ адамнан көріп айттым деген сөз емес. Не болмаса, мен оны ешқандай адамнан көрмей өзімнің тәжірибемнен айтуым мүмкін. Өйткені мен осы жолда өзім жүріп өттім. Мен осы дүниенің барлығын көрдім, мен қолыммен ұстадым, құлағыммен естідім. Сосын маған айту оңайырақ, сіздерге қатты айту оңайырақ, өйткені соның барлығын я пережила сама. Сондықтан ана біреуден анаған ұқсайды екен, мынаған ұқсайды екен деудің өзі дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені егер сіз бұның айтқанды басқа біреумен салыстырсаңыз, онда сізде салыстыру кетіп қалады. Мен бағана айттым ғой, салыстыру қажет емес. Сізге бірінші мақсат не? Айтқан дүниелерді тыңдау және соны жүзеге асыру. Егер ол сіз білетін нәрселеріңіз болса, тағы да естіп жатсаңыз, демек сіз оны әлі де 100% істеп жүрген жоқсыз. Ал егер білетін нәрсені тағы да естіп жатсаңыз, демек сізге тағы да есту керек деген сөз. Сондықтан менің айтқандарымды басқалармен салыстырудың қажеті жоқ. Негізі маған осы ұнамайды. Негізі. Бірақ мен өзімнің ұстаздарыма барлығына үнемі рахмет айтып жүрмін. Бірақ дегенмен де көп дүние сен өзің рухани практикамен айналысып жатқан кезде, ізденіп жатқан кезде саған ғайыптан келетін информациялар болады. Не болмаса, сенің өмірлік тәжірибең арқылы өзіңнің пайым, түсінігің, философияң қалыптасады. Сондықтан сіздерге біреудің лекциясымен салыстырудың қажеті жоқ. Ананың семинары, мынаның семинары деудің қажеті жоқ. Сіздің мақсатыңыз не? Өзіңізге қажет нәрсені алыңыз және кетіңіз. Сондықтан жалпы сіздерге болашаққа информация ретінде айтып жатырмын. Сізге қатты үйреніп қалдым, Жанар ханым, жиі өткізіп тұрыңызшы деген өтініш. Әрине, сіздер қатыссаңыздар жиі өткіземін. Дос қызым жұмысында бір жігіт ұнатады, ол да ұнатады, бірақ жігіт сезім білдірмейді, бір жыл болды, қыз күтіп жүр. О, боже мой, все, хватит. Ана подружкаңызға айтыңыз, күтпе деп айтыңыз. Жанар Байсеміз айтты, күтпе деп айтты деңіз. Егер ол жігіттің ұнататынын қайдан біледі? Егер ол сезімін білдірмесе, қайдан біледі? Күліп қарай ма, жымиып қарай ма? Жігіттің күліп қарауы, жымиып қарауы бұл оны жақсы көреді деген сөз емес. Қыздар, бостан босқа алданып, алтын уақыттарыңызды бостан босқа кетірмеңіздерші, мен сіздерден өтініп сұраймын. Ол қызға айтыңыз, ақымақ болма, оны ойлама, ол сені жақсы көрмейді деңіз. Ол бір жылдан бері өзінің сезімін не үшін білдірмейді? Ой, ол ұялып жүрген шығар, онда саған сонда ұялшақ жігіттің қандай қажеті бар, Осымен аяқтаймыз. Это не важно дегеніңіз күшті көмектеседі маған. Рахмет сізге көп нәрсені түсінуге. Сізді бір құрбым айтқан, оған да көп рахмет. Құрбыңызға да менен сәлем айтыңыз. Кофе медитациясы деген бойыңызға жақсылық дән егу. Кофе медитациясы деген бұл дән егу. Түсіндіңіздер ғой, дән егесіздер, сосын түнде жатар алдында су арасыздар. Сол кезде кофе медитациясын істейсіздер. Пока ешкімге айтпаймыз, қыздар, пока ешкімге айтпаймыз. Именно кофе медитациясы туралы пока ешкімге айтпаймыз. Өйткені бұл туралы сіздер ғана білесіздер. Бірінші,
кезекте алған информация өзімізге сіңіруіміз керек, өзіміз істеуіміз керек, содан кейін барып бөлісуіміз керек нәтиже болғанда, иә. Жалпылама айтсаңыздар болады. Осындай онлайн тренингке қатыстым, маған ұнады, не болмаса ұнамады, иә. Пайдалы екен, қатыссаң болады. Вот осы кезде сіздер қайтадан кофе медитациясын істейсіздер өздеріңіз, бірақ отдельно тақырыптарды айта бермеңіздер, өйткені оны бірінші өздеріңіз сіңіріп қабылдауларыңыз қажет. Бұрынғы қайната мен енеме елу техникасын айтсам, бұрынғы күйеуіме вибрация бермейін бе? Жоқ, кешіресіз. Жоқ, кешіру кетеді бұл. Періштелер туралы керемет айттыңыз, рахмет. Балалар үшін қосылуға қалай қарайсыз? Я, балалар үшін өзіңіз бақытсызсыз, сосын сіздердің бақыттысыз түрлеріңізді балаларыңыз көреді, олар да бақытсыз болады емес па? Күні бойы ажырасуға негізі әйел жауапты, және екі адам не үшін ажырасады? Екеуі де бір-біріне елгісі келмейді, екеуінде де эго. Күні бойы елге қызмет етіп, жақсылық жасап ұйықтар кезде есіңізге түсіріп, мен бүгін жақсылықтың дәнін ектім деп есіңізге алып ұйықтайсыз. Осыны кофе медитация дейді екен. Әсел, какая вы умница, молодец, сізді мен шәкірт қып алам ғой деймін, сосын менімен бірге онлайн тренинг өткізесіз. Жыршылармен шайқас басталды, я смогла противостоять, реально. Көп нәрсеге көзім ашылды, мың жасаңыз, семинарыңызды постараюсь, молодец. Сосын қыздар, өзімізбен күресудің қажеті жоқ. Көбісі айтып жатады, өзіңмен күресудің қажеті жоқ. Өзіңмен ымыраға кел, өзіңмен дипломатиялық қарым-қатынас орнат. Күресудің қажеті жоқ. Біз күрескер емеспіз. Күресетін еркектер, біз күреспейміз. Біз дипломатиялық қарым-қатынас орнатамыз. Біз ауызбіршілікті сақтаймыз, жақсы ма? Сәлеметсіз Жанар ханым, маған келген жазып жүрген жігіттерден сөйлегенде не болмаса, смс жазғанда қате жазса, жүріс-тұрысын, киген киім ұнамаса, сөйлескім келмей қалады. Негізі бір жігіттің атам. Егер оны ұнатсаңыз, енді былай кішкене қарап көріңіз. Негізі мен де оған қатты мән беретім бұрын сауатты жазуға. Менің жолдасым өте сауатты, менен де сауатты. Тілінде кемістік болса да сол жігітті ұнатам. Онда сол жігітті таңдаңыз. Бұл деген өте жақсы. Демек, бұл шынайы махаббат. Қыздар, барлығымыз бақытты болайық. Жанар ханымға мың алғыс. Бәріңізге мың алғыс. Мен сіздерге кофе медитациясын жасаймын және дұғама қосам. Жаңада лекция басталмас бұрын мен фатиханы оқыдым. Сіздерге дұға тілек тіледім. Жанар ханым энергиясын сорып жатырмыз, қыздар, қайталау болып кетті. Я, көп қайталау болып кетті. Мен түсінемін сіздерді. Әлі информация жеткен жоқ жүрекке, сосын қайта-қайта сұрақ туындап жатыр. Бұның барлығы естественная вещь, поэтому дайте себе время, остыньте, поспите, займитесь духовной практикой, просыпайтесь рано, сон ақырындап, по чуточку делайте, и к вам придет знание. Жақсы ма? Мен уже брекетмен сөйлеу кішкене қиындау болып жатыр. Мен ойлап тұрмын, Түркістанда қалай сөйлеймін деп. Алла тағала өз жар болсын. Осы жерде қыздарға бақыт табуға басқан алғашқы қадамдарына сәтті болсын. Бірінші орында біреуді емес, өзіміз табайық. Алла мойынсынып, Аллаға тапсырайық. Я, дұрыс айтасыз. Негізінде жыршы деген нәрсе жоқ қой. Синельниковтың кітабында жазылған жыршы деген нәрсені біз өзіміз ойлап табамыз, оказывается. Ол да мүмкін. Бірақ олар бар негізі. Бірақ әр адам өзін етеді, және оларды күшті ететін де өзіміз. Әкемнің внебрачная қызы баласы бар. Әкем оны мойындамаған. Мен не істей аламын? Ол қызбен таныспын. Әкемді кешірші дедім, бірақ көзінде реніші бар. Әкеңіз үшін әкеңізге еліңіз, әкеңіз үшін дұға етіңіз, әкеңіз үшін кешіру практикасын жасаңыз. Және сол қызға да гүл сыйлау медитациясын, кешіру практикасын жасаңыз. Сары түсті мен қатты ұнатамын, анам қайдағы түсті жақсы көресің дейді. Кейбіреулер тіпті күледі, сары түсті жақсы көру деген өнер ғой. Я, энергия ғой. Интуитивно вы это чувствовали. Жігіттің не үшін ажырасқанын жаяу сұраған дұрыс па? Ол менен сұрағанда мен айтпадым. Әлі шындықты қайтесің оны деп. Ол айтады, алдыңғы күйеуің жасағанда қайталамайын деген оймен сұрап жатырмын дейді. Перизат, сіз бағана 6 айдан кейін деген келіншексіз ғой, йогаға бару барлық чакраларды ашама, не факт.
рухани практика ашады. Барлығы совокупности болу керек. Әпкен екеуіңізге рахмет. Тағы онлайн тренинг өткізу жоспарыңызда бар ма? Қатысуға ниеттімін, барлығын астанада күтейік сізді. Рахмет. Көреміз енді, ойланайын, е? Қаншама семинар қатысып жүрмін, бірақ дәл сіздей дайындалып жауапкершіліктен шықпайды сізге. Рахмет, Нұрзат, көп рахмет. Әркім әртүрлі өткізеді ғой енді, рахмет. Йогаға аптасына 2 рет барса болады ма или 3 рет дұрыс па? Өзіңіз қалай мүмкіндігіңіз бар, солай барыңыз. Все, что мне нужно знать в любой момент, доступно мне. Я верю в себя и в жизнь. Все будет хорошо, классно. Ютубте қалай іздеймейміз? Балнұр, Балжанға хабарласыңыз, менің көмекшіме, сізге айтады. Қыздар, осы шақты ілмегендеріңіз енді ұят қой. Білмегендеріңіз. Қазақ тілінде осы шақ жарайды, дұрыс. Бірінші эфир ютубқа салынған. Жалпы, таңғы гимнастика, йога, бұның барлығы рухани практика ашатады. Өйткені йога деген, жалпы йога бұл тек қана дене жаттығулар емес, йога бұл ана жоғарғы күшпен, Құдаймен байланыс деген сөз. Қыздар, давайте енді қарсы болмасаңыздар, 8-ден кетіп бара жатыр, мен аяқтайын, жолдасыма тамақ беруім керек. Жарты сағат деген, бірақ 3 сағатқа тағы 1 сағат қостым, жарты сағаттан тағы жарты сағат қостым. Негізі мына бүкіл сұрақтарыңыздың барлығына жауап бергім-ақ келіп тұр, бірақ мынау бітпейтін сияқты, түбі көрінбейтін сияқты. Группа ашыңыздар, әрине, группа ашыңыздар өте жақсы. Группа ашып, бір-біріңіздің түсінбегендеріңізді біреулеріңіз жазып тұрыңыздар соған. Мысалы, біреулеріңіз түсінбей қаласыздар. Бәріңізді мен түсінемін, қыздар, мен ешкімге ренішім жоқ, және мен қатты айтсам кешірім сұраймын. Мен сіздерге кішкене жетсін деп айтып жатырмын. Бәрінде болады олай. Кішкене бір тіпті қарапайым информацияны біз түсінбей қалуымыз мүмкін. Бұл мен өзімнің де басымнан өтті, өйткені ол кезде біз әлі дайын болмаймыз, енді ашылып жатамыз. Ол информацияны қабылдауға дайын болмаймыз, не болмаса соған түсінігіміз жетпейтін болады. Бұл қалыпты дүние, сондықтан бұған ешқандай да қайғырмаңыздар, барлығы уақытында келеді. Анаңызбен жеке сөйлесіңіз, және анаңызбен анаңызбен қарым-қатынасыңызды реттеңіз, гүл-сыйлау медитациясын жасаңыз. Тұрмысқа уже сенімді болып шығам деген кезде анаңызға мен тұрмысқа шығамын деп айтыңыз, болды. Рухани практика деп ашыңыздар, өте қуанамын. Рахмет. Молодцы. Қыздар, барлық эфир ютубта сақталған. Осы семинарға қатысқан қыздар сол ютубтан қажетінше көріп, қажетінше пайдалана алады. Бірақ бұл онлайнға қатыспаған қыздар болса, қатыспаған сіздердің құрбыларыңыз, тағы бір адамдар болса, ол онлайнды белгілі бір сомаға сатып алады. Сондықтан сіздерден тағы да өтініп сұраймын, қандай да бір себеппен эфирді сақтап алып, сосын басқа адамдарға жіберуге болмайды. Осындай кішкене добропорядочность сақтайық, бір-бірімізді түсінейік, бұл да мен еңбегім, сондай-ақ сіздер де әлі бұны нақты істеп болмағандықтан, сіздер де әлі бұны көп жібере берулеріңіз, өздеріңізде информацияны тарата беру өздеріңізде қалмайды деген сөз. Сондықтан сыйластығымыз дұрыс болсын.
Балжан ханым кіріп кеткен ба, көрмей қалдым ғой. Кеше сіздің тренингтен кейін таңмен сүйіншілеткен хабар алдым, рахмет. Ой, қандай керемет, құтты болсын, ол қандай хабар? Алмагүл Әли қызы деп қосыңызшы дұғаңызға өтініш. Алмагүл Әли қызы, тұрмысқа шығып бақытты болсын, әумин. Так, жарайды. Ал қымбатты қыздар, осы онлайн тренингке қатысқан бар қыз-келіншектерге бақыт тілеймін. Іздегендеріңіз іздемей қалдарыңыздан шықсын, сұрамай-ақ табылсын, иә. Бәріңізді дұғама қосамын, бәріңізге бақыт тілеймін, медитацияма қосамын, түнде жатқанда кофе медитацияма қосамын, бәріңізді жақсы көремін. Ерінбей жалықпай менің онлайн тренингіме қатысқандарыңызға көп рахмет. Қазір семинар тренинг қаптап кетті, бұл да бір тағы да мынандай деп құр босқа әңгімеге берілмей, өздеріңізді нығайтып, білмегендеріңізді білмеймін деп айтқандарыңыздың өзі өте үлкен ерлік. Білген адамның біліммен бөліскен бұл жаман нәрсе емес. Мен де өзім көптеген адамдардың білімін алып жатырмын, бөлісіп жатырмын, иә, өзіме сіңіріп жатырмын, сіздермен бөлісіп жатырмын. Сондықтан еш уақытта ешкім туралы критика айтпаңыздар, сынамаңыздар. Іштеріңіздегі критикті өлтіріңіздер, оны білесіздер қалай істеу керектігін, рухани практикамен айналысыңыздар. Еңбек. Тек қана отырып алып, жылап, Құдай-ай, мен қашан күйеуге тием, неге менің жолым жабылып қалды, мен неге мұндай, сондай деп айта берсеңіздер, Құдай сіздерге ойбу, байқұсай, осыған бір күйеу берейінші деп жан ашып күйеу бере салмайды. Демек, сіз осы сынақтан өтуіңіз керек. Демек, сізге жаратушы ие қандай да бір осы сынақ беру арқылы сізді қандай да бір миссия үшін дайындап жатқан болу керек. Мысалы, мен кейде ойлаймын, мүмкін мені 38 жасқа дейін тұрмысқа шықпағаным, мүмкін осыны көру арқылы, осыны өз басымнан өткеру арқылы, кейінгі басқа қыздарға мүмкін бір себім тию үшін осылай істеген шығар, пайдамды тигізу үшін осылай болған шығар, кім білсін. Сондықтан, қымбатты қыздар, будьте осознанными, барлығын осознанно істеңіздер. Рухани практика ол тек қана дін емес. Рухани практика мен ол өткеннен бері айтып жүрген дүниемнің барлығы. Сондықтан да ең бірінші өздеріңізге сеніңіздер. Барлығы жақсы болады, сіздерде барлығы жақсы, бұдан да күшті болады. Мен сіздерге сенемін. Барлығыңыз Алла қалап өздеріңіз сүйген адамға, өздеріңізді де сүйген адамға тұрмысқа шығыңыздар, бақытты болыңыздар. Қазірден бастап тұрмысқа шықпай жатып бақытты болу үйреніңіздер. Еш нәрсеге қарамастан бақытты болыңыздар. Рухани практикамен айналысыңыздар. Рухани практика барлық байлықтың бастауы, жан байлығының барлығының, материалдық байлықтың бүкілінің. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Мен де сіздерді қимай жатырмын. Көп рахмет, алғысым шексіз. Бақыт тілеу медитациямда да, кешірім тілеу медитациямда, кофе медитациясында да, барлық нәрседе күні бойы қай кезде есіме түседі, кез келген шақта мен сіздермен біргемін, және сіздер менің дұғамдасыздар. Сіздерге бақыт вибрацияларын жіберіп тұрамын. Всем пока. Бәріңізге рахмет. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Ең бастысы өлмейік, өміріміз ұзақ болсын. Всем пока. Бәріңізге жақсы, сау болыңыздар.